Қайырлы күн әріптестер, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен Дәрмен Нұрбала Берікқызы, Абай атындағы орта мектептің физика пән мұғалімімін. Менің бүгінгі үздік шебер сынып байқауына дайындаған жұмысымның тақырыбы үйкеліс күші, үйкеліс әрекетін техникада ескеру. Бүгінгі сабақтың мақсаты үйкеліс күшінің түрлерін ажырату, үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру, формуланы қолданып есептер шығартып үйрету. Ең алдымен оқушылардың сабағымды бастамас бұрын оқушылармен сәлемдесемін, түгендеймін, сабаққа назар аудартамын. Бағдарламасында құндылықтар оқыту процесіне ұйымдастыру кезеңінен бастап сабақтың әр кезеңінде жүргізіп отырамын. Бүгінгі сабағымызда пайдаланатын құндылығымыз бірлік пен ынтымақ құндылығы деп аталады. Ұрпақтарым, бүгінгі күндеріңе сендерге арнап өсиет айтайын, менің мұқият тыңдардар. Біздің ата-бабамыздан қалған ұлағатты сөз бар: ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Бұл жай ғана сөз емес, бұл елдің бақыты мен берекесінің кілті. Ынтымақ деген бірлік, бірлік деген татулық, татулық бар жерде ғана елдің іргесі бекем болады. Мен талай дауды көрдім, бір ауыл ала болса оты өшті, бірақ бір ауыздан сөйлеген ел жауға да, қиындыққа да төтеп берді. Ынтымақ деген әркім өз пайдасын емес, елдің пайдасын ойлау, бір кісінің мүддесін емес, 100 кісінің игілігін көздеу. Қазақтың 3 жүзі бар, бірақ бір ғана жүрегі бар, ол отанға деген сүйіспеншілік. Сол жүрек бірге соқса, қазақ ешқашан әлсіремейді. Бірлігі жоқ елдің еңсесі түсер, ал ынтымағы бар елдің туы биікте желбірер. Сендер, жас ұрпақ, болашақтың иесісіңдер. Ертең бұл елдің тізгінін ұстайсыңдар. Сол кезде ең әуелі бірлік пен бауырмалдықты ұмытпаңдар. Ағайынмен тату бол, досыңды сыйла, халқыңды құрметте, өйткені елдің күші оның ынтымағында. Алла елімізден ынтымақ пен ырысты айырма, бірлігіміз бекем болсын, берекеміз мәңгі болсын. Бұл құндылықтарды мен сабағымда қолданып, топтық жұмыстар жасаймын. Сол кезде балалар ынтымақтасып, бірлесіп тапсырмаларды орындайтын болады. Интернет платформасы арқылы 3 топқа бөлетін боламын. Оқушылар топқа бөлініп орналасып болғаннан кейін ссылка арқылы немесе QR арқылы үй тапсырмасы, яғни серпімділік күшін не арналған сәйкестендіру тапсырмасын орындатамын. Ссылка арқылы деформация серпімділік күші көксағы тақырыбын ашамыз. Осындай сәйкестендіру кестесі беріледі. Мынау ұяшықтарды мына жерлерге орналастырып шығамыз. Одан кейін мынау түймешесін басатын болсақ, бізге осылай тексеріп беретін болады. Жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатында ой қозғау әдісін қолданатын боламын. Экранда осындай суреттерді көрсетемін оқушыларға. Оқушыларға мына жерде шаңғышы сырғанап бара жатыр. Ол шаңғысыз жүрсе қандай болады? Шаңғымен сырғанаса, оның қозғалысы қандай болар еді деген сұрақтар. Допты еденде сырғанатқан кезде оның қозғалысы қалай болады? Немесе мұзда домалатсақ, оның қозғалысы қандай болатын еді? Неге бір жерде тез, неге бір жерде жай қозғалады деген сұрақтар қояды. Және де шкафты, бір орында тұрған шкафты қозғалту қиын ба, әлде жеңіл ме? Оны жеңіл қозғалту үшін қандай әдістер қолданса болады деген сұрақтар қойып, жаңа тақырыптың мазмұнын ашып аламын. Оқушылардың сұрақтарға берген жауабын қорытындылап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айтып, экранда көрсетілген жаңа сабақты түсіндіремін. Үйкеліс күші дегеніміз не? Үйкеліс күшінің түрлері қандай?
Үйкез күшінің формуласы және бағыты қозғалыс бағытына қарама-қарсы болады. Және де формуласы көрсетемін. Үйкез тарихынан қысқаша шолу жасап өтемін. Үйкездің пайдасы мен зиянын айтып өтемін. Техникада үйкезді ескеру және басқару туралы айтып өтемін. Және сөзімді қорытындылап жаңа сабағымды аяқтаймын түсіндіруді. Оқушылар слайдта көрсетілген ақпараттардың ішінде формуласы қандай, бағыты қандай, олардың пайдасы мен зиянын түртіп алу әдісі арқылы дәптеріне жазып отырады. Және де жаңа тақырыпқа арналған тапсырмаларды бастаймын. Үйкез күшінің түрлері мен оған әсер ететін жағдайларды виртуалды тәжірибе арқылы бақылап, өзгертіп көре отырып, түсіндіру, нәтижелерін салыстыру, талдау және қорытынды жасау дағдыларын дамыту мақсатында стимуляциялық программа көмегімен тақырыпқа сай тапсырманы зерттейді. Алдын ала дайындалған WhatsApp чаттың көмегімен оқушылар ссылка арқылы кіріп, тапсырманы орындауға кіріседі. Ссылка арқылы кірген кезде осындай PET платформасы арқылы жасалынған тапсырмаға кіреді. Ол жерде ағаш плеушені бірінші күй, екінші күй және үшінші күйіне келтіре отырып, әр топ зерттей бастайды. Ағаш плеушенің орналасуын өзгерткен сайын мәндер өзгергенін байқайды. Әр топ нәтижелерімен салыстырады. Алған теориялық білімін практикамен байланыстыру, үйкез күшінің түрлерін мысалдар арқылы тану, салыстыру және жіктей алу үшін анадай пазл құрастыру тапсырмасын беремін. Топ мүшелері пазл суреттерін көріп, танысып, олардың кестедегі тесті орнына дұрыс орналастырады және әр топ өзінің жасаған жұмыстарын қорғайды. Үйкез күшінің түрлерін көрнекі және интерактивті түрде түсіндіру, сыни ойлау мен қимыл арқылы есте сақтау қабілетін дамыту, топтық жұмыс арқылы кооперативтік дағдыларын дамыту мақсатында үйкез және мимика тапсырмасын алдым. Бұл тапсырмада бір топ мүшелері ақылдасып, тыныштық, сырғанау және домалау үйкез түрлерін мимика және қимыл арқылы көрсететін болады. Ал басқа топтар үйкездің қай түрі екенін табады. Оқушылар бұл тапсырмада тапсырма орындайды, әрі көңілдері көтеріп, көңілдері сергіп қалады. Үйкез күші формулаларын қолдана отырып, үйкез күшін, тарту күшін және үйкез коэффициентін есептеуді үйрету үшін кім жылдам әдісін пайдаланып, мынадай есептер беретін боламын. Оқушылар есептің шартын түзіп, яғни берілгенін жазады, халықаралық бірліктер жүйесіне келтіреді, үйкез күшінің формуласын түрленде отырып, есепті шығарады. Оқушыларды салыстыру, талдау, жіктеу арқылы өз ойларын дәлелдеп, тәжірибеде қолдануға бағыттау және пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында оқушыларға дұрыс, берілген заттарды екі топқа бөл, ойлан, түсіндір тапсырмаларын жұптық тапсырма беремін. Оқушылар жұптасып, мынау берілген сұрақтардың пікірлердің дұрыс-бұрыстығын анықтайды. Берілген заттарды екі топқа бөліп, үйкезді арттыратын және кемітетін заттарды екі топқа бөледі. Ойлан, түсіндір тапсырмасында күнделікті өмірмен байланысқан сұрақтарға өзінің ойын айтып жауап беретін болады. Келесі тапсырма жеке жұмыс. Бұл оқушылардың алған білімдерін күнделікті өмірмен қолдана білу дағдыларын қалыптастыру, мәселені талдап, тиімді шешім
қабылдау қабілетін дамыту және дәлелдеп негіздеп айтуға үйрету үшін функционалдық сауаттылық тапсырмасын беретін боламын. Бұл тапсырмада мәтінді оқиды, мынадай сұрақтарға жауап береді, өмірмен байланысты есеп шығарады, ақпарат береді және көктайғақ негізіндегі қауіпсіздік ережелерін жазады. Бұл тапсырмаларды топта 4 оқушы болатын болса, 4 оқушы бір тапсырмадан алып орындайтын болады. Сабақты бекіту мақсатында Word, All және Educal Play платформасындағы ойын түріндегі сәйкестендіру тапсырмасын ссылка арқылы өтіп орындайтын боламыз. Сәйкестендіру батырмаларын басып орындайды тапсырманы және осылай тексеретін болады. Нәтижесін талдау және алдағы оқу қадамдарын белгілеу үшін экраннан бағалау парағын көрсетемін және оқушыларға бағалау парағын таратып беремін. Экранда көрсетілген бағалау парағында тапсырма қойылған балдарды көрсетемін және де осы балдарды өзінің жауап бергеніне қарай оқушы өзін-өзі әділ түрде бағалайтын болады. Сабағымды қорытындылау үшін, сабақтағы өздерінің сезімдерін білдіру үшін рефлексия сұрақтарын беремін. Сабақ қызықты болды ма, үйкеліс түрлері түсінікті болды ма, қандай тапсырма ұнады деген сұрақтарға оқушылар өз ойларын айтып, сабақты қорытындылайды. Соңында үй тапсырмасын беремін. Тақырыпты оқу, видео сабақты қарау және үй жаттығуына арналған есептерді шығару тапсырмасын беремін. Оқушылар үй тапсырмасын белгілеп жазып алады. Сабағымды қорытындылап, оқушылармен қоштасамын.